Намазда шатассаңыз, бірінші түрі енді ол сенімдісіз, яқин. Үш екеніне сенімдісіз, не болмаса екі екеніне сенімдісіз, соны алып оқи бересіз. Екінші түрі 70-ке 30. Сіз 70% сенімдісіз, үшінші ракағат екеніне. Бірақ 30% жаңағы күмән, екі емес педі деген сияқты ше. Осы кезде жаңағы 70% қай жағына ауып тұр, соны аласыз. 70% үшінші ракағаттасың деп тұрма, үшті аласыз. Әгер 70% екінші ракағат деп тұрма, екіні аласыз. Бірақ соңында саху сәжде жасайсыз. Енді екіні алған кезде не істелетіні қазір үшіншісінде айтамыз, сол екеуі бір болады. Үшінші жағдай бар, 50-ге 50. Былайша айтқан кезде не помню деген нәрсе ғой. Жаңа намазда тұрып базарға бір кіріп шығасыз, келсеңіз қай ракағатта тұрғаныңызды ұмытып қалғансыз да. 3 па 2 ма? 50-ге 50. Анау болуы да мүмкін, мынау болуы да мүмкін. Сенімсізсіз. Осы кезде азын аласыз. Екінші ракағатты аласыз. Қараңыз енді бір қызығын. Екінші ракағатты алғаннан кейін, екінші ракағаттан кейін отырып ат-тахиятты оқисыз ғой. 3-ке тұрасыз. Үшінші ракағатта тағы да ат-тахиятты оқисыз. Тұрып барып 4-ші ракағатты қайттан оқисыз. Не үшін? Өйткені сіздің 3 деп алғаныңыз жаңағы оқып жатқаныңыз мүмкін 4 болуы мүмкін еді. Шындығында сіз шатасып азын алып тұрсыз ғой. Ал егер вдруг ол 4 болып қалған болатын болса, 4-ші ракағатта сізге соңғы отырысқа отыру парыз еді ғой. Түсіндіре алдым ба? Соңғы отырысқа отыру парыз. Егер сіз жаңағы өзіңіз 3-те ойлап тұрған ракағатта ат-тахиятты оқымай тұрып кетсеңіз, бұл әсілінде 4 болып қалатын болса, сіз парызды орындамаған боласыз. Сөйтіп намаз бұзылып кетеді. Сол үшін 2 деп аласыз, 2-де ат-тахиятты оқисыз. 3-ші ракағатқа барасыз ғой, ол жерде де ат-тахиятты оқып тұрып кетесіз. 4-ші ракағатта ат-тахиятты оқып болғаннан кейін, жамағатпен болсаңыз, ассаламу алейкум деп бір жағыңызға сәлем бересіз. Жалғыз болсаңыз, ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах деп екі жағыңызға сәлем бересіз да. Саху сәжде, тағы да 2 рет сәжде істеп, бұл саху сәжде деген осы. Жаңа біліп алыңыздар, екі жаққа сәлем бергенде намаздан шығып кетпейсіз ол. Сіз саху сәжде істейін деп тұрсыз ғой ат-тахияттан кейін. Сол 2 рет сәжде істегеннен кейін, қайттан ат-тахият, салават, Роббана атина фид дуня, хасана, жаңа дұғаларыңызды оқып, сәлем беріп, намазыңызды аяқтайсыз. Дұрыс түсіндіре алдым ба жігіттер?